Күйеуі: биыл демалысымыз all inclusive, бәрі ішінде болады. Рас па? Қайда барамыз? Түркия ма? Жоқ, ауылға ата енемнің үйіне. Тамақ, күтім, бәрі дайын. Қызықты факт. Байқадыңдар ма? Біздің ата-әжелеріміз әжетханаға телефон сақ бара береді екен. Дәрігер, сәлеметсіз бе? Мен танисыз ба? Әрине танимын. Гастрит пе едіңіз? Жоқ, мен Ғазиз. Аяз ата жақсы екен. Жылда сыйлық береді. Ал анам мен әкемнен әлі ештеңе жоқ. Өкінішті. Дәрігер кабинетінде: өте дұрыс келіпсіз. Не болды, дәрігер? Сырғатым қатты ма? Қауіпті нәрсе ме? Жоға, тағы бір күнде өзіңіз-ақ жасылып кетер едіңіз. Рас па? Сүйіктіңнің ата-анасы сен жек көреді дейді ғой. Өкінішке қарай рас. Тек ата-анасы емес, әйелі де жек көреді. Балапан, неге жылап отырсың? Ата-анам мені әжемнің құрметіне атапты. Енді бәрі күледі. Есімің кім сонда? Әже. Анасы мен көрікті қызы дәрігердің кабинетіне кіреді. Шешініңіз, дейді дәрігер қызына қарап. Мен ауырып тұрмын ғой, дейді анасы таңданып. Онда тіліңізді көрсетіңіз. Ауыл баласы мен қала баласының әңгімесі. Бізде де тик-ток бар. Рас па? Қайда? Үйдің сағаты тик-ток, тик-ток ет соқтырады. Үй іші тым-тырыс. Жаңа ғана анасы мен әкесі қатты дауласқанын естіген баласы анасына келіп: мама, сенің күйеуге шыққаныңа қанша жыл болды? 6 жыл болды құлыным. Тағы қанша қалды? Ерлі зайыптылар кешкі шай ішіп отыр. Әйелі: жұмыста бастық миымды жеп бітті. Бәрін мен істеймін, ал мақтауды басқалар алады. Күйеу телефонға қарап отыр. Қазақта қалай айтады? Сабыр түбі, сары алтын. Қоя сал, жаным. Әйелі: жарайды. Бірнеше күн өтті. Күйеу бірдеңе іздеп әйеліне келіп: менің гитарам қайда? Біраз ән салғым келіп отыр. Әйелі: оны көрші Бекзатқа беріп жібердім. 2 жыл болды қолыңа алмағаныңа. Күйеу: не? Сен не істедің? Ол менің гитарам, көңілім, тарихым, шабыт көзім. Әйелі: қалай айтып едің? Сабыр түбі, сары алтын. Қоя сал, жаным.